Ассалаумағалейкум, ой түркінің көрермендері, армысыздар. Бүгін 16 сәуір бейсенбі, тақырып тағы да Украина-Ресей соғысы мен таяу шығыстағы шиеленіс туралы. Өткен түнде Ресей Украина аумағын жаппай соққының астынан алды. Украина тарапының мәліметінше, Ресей тарапы бұл реткі соққыда 700-ден астам дрон мен зымыранды қолданған. Ресейдің соққысынан қазірге дейін Киевте 5 адам, Днепр қаласында 2 адам, Одессада 6 адам, Запорожье қаласында 1 адамның қаза тапқаны, сондай-ақ 100-ге жуық адамның жарақат алғаны мәлім болды. Украина тарапы шығын әлі де көбеюі мүмкін деген ақпаратты да айтып отыр. Ал Украина болса өткен түнде Ресейдің Туапседегі портына соққы жасады. Бұл жақтан да қаза тапқандар бар делініп жатыр, бірақ қанша адам қаза тауып, қанша адамның жарақат алғандығы туралы нақты мәлімет жоқ. Жалпы соңғы кездері Ресей мен Украина арасындағы соғыс тіпті де қыза түскен. Кеше Украина әскери күштерінің бас қолбасшысы Сырский мәлімдеме жасап, сәуір айында Ресей барлық майдан шебінде шабуылды үдетті. 1200 шақырымға созылған майдан шебінде Ресей әскерінің жаппай белсенділігі байқалады. Қазіргі Украина қарулы күштері олардың шабуылын кері тойтарып тұр деп мәлімдеді. Сонымен қатар Сырский тағы да наурыз айында Украина қарулы күштерінің Ресей күштерін кері ығыстырып, жалпы аумағы 57 шаршы шақырым аумақты азат еткенінде хабарлап өтті. Естеріңізде болса, осыдан бір ай бұрын Ресей тарапы ақш арқылы Украинаға ескерту жасап, Украина қарулы күштері Донбасс өңірінен әскерін шегіндіріп әкетуі керек. Егер шегіндіріп әкетпесе, біз 3 ай ішінде Донбасс өңірін жаппай басып аламыз. Ол кезде алға қарай да ілгерілеуіміз мүмкін деп сес көрсеткен болатын. Жалпы Донбасс мәселесі қазір Украина-Ресей соғысының ғана емес, екі ел арасындағы келіссөздің де негізгі түйіні болып тұр. Ресей тарапы Украина тарапынан Донбасстағы әскерін толық әкетуді талап етіп отыр. Донбасс өңірінің 20% әлі де Украина қарулы күштерінің бақылауында көрінеді. Ал Украина тарапы болса, біздің ең бекем шебіміз осы Донбасс өңіріне орналасқан. Алда-жалда біз бұл өңірдегі бекінісімізді соғыссыз тастап шығатын болсақ, Ресей күштері одан ары ілгерілеуге жол алады. Яғни Донбассты толық алғаннан кейін Ресей күштері алға қарай шабуыл жасаса, ол кезде Ресей күштерін тоқтату қиынға соғады деген уәжді айтуда. Сосында Зеленский Донбасстан әскерді әкету мәселесінен үзілді-кесілді бас тартып отыр. Өткен айда Украина президенті Зеленский ақштың да Украинаға Донбасстан әскеріңді әкет деген талап қойып қысым жасағанында айтқан еді. Жалпы Украина-Ресей соғысы қалай деген күннің өзінде биыл, яғни 2026 жылы аяқталуы мүмкін. Әрине, соғыстың аяқталуы айқын бір тараптың жеңісімен аяқталмауы мүмкін. Яғни екі тарапта келісімге келіп, қазіргі майдан шебі бойынша соғысты тоқтатуы мүмкін. Өйткені қазіргі әлемдік геосаяси жағдай сол мүмкіндікке қарай итермелеп келеді. ақш болса қазір Иранның жағдайымен әбігер. Дегенмен Иран мен ақш арасындағы өткен аптаның соңындағы келіссөз сәтсіз аяқталғаннан кейін де Иран мен ақш арасындағы 2 аптаға соғыс тоқтату келісімі әлі де өз күшінде тұр. Яғни екі тарап бір-біріне соққы жасаған жоқ. ақш тарапының дерегіне сүйенсек, Иран мен ақштың өкілдері осы алдағы сенбі-жексенбі күндері Исламабадта қайталай кездесіп, тағы бір мәрте келіссөз өткізуі мүмкін. Өйткені өткен келіссөзден кейін Пакистан тарапы мәлімдеме жасап, екі тарапты да ұстамдылыққа шақырып, Пакистан ақш пен Иран арасында қайта бір кезекті келіссөз ұйымдастыруға дайын екенін мәлімдеген болатын. Жалпы сарапшылардың көбі осы ретке келіссөзде мәселенің беталысы байқалуы мүмкін деп санайды. Өйткені өткен келіссөзде ақштың шынымен де Иранға ауыр талаптар қойғанын саясаткерлер жиі айтты жатыр. Сондықтан осы ретке кездесуде ақш кейбір талаптарын жұмсартып,
кейбір мәселелерде Иранға аздап жол беруі мүмкін деген мәселе де айтылып жатыр. Жалпы Иран мен ақш-тың келісе алмаған тағы бір түйіні Израильдің Ливанға соққысы болатын. Енді сол Израиль мен Ливан арасында да келіссөз өткізілуі мүмкін. Яғни араға 30 неше жыл салып, Израиль мен Ливан басшылары тікелей кездесіп, Ливан мен Израиль арасындағы қақтығысты реттеудің де жолдарын ақылдасуы мүмкін. Қазір Израиль қарулы күштері Ливан аумағындағы Хизболлаға соққы беріп, кеңдігі 10 шақырымға таяйтын буферлік аймақты құрып та үлгерген. Яғни Израиль күштері алдағы уақытта бұл ауқымды тіпті де кеңейте түсуі мүмкін. Иран мен ақш келісімге келген кезде Иран тарапы Израильдің Ливанға бағытталған соққысында, нақтылап айтқанда Хизболлаға бағытталған соққысында тоқтатуды талап еткен еді. Бірақ ақш пен Иран арасындағы қақтығыс тоқтағанымен, Израиль мен Хизболла арасындағы қақтығыс тоқтамаған еді. Енді міне Ливан мен Израиль арасындағы келіссөздің өтуі алдағы уақытта ақш пен Иран арасындағы келіссөздің сәл де болса сәтті өтуіне мүмкіндік болады дейді сарапшылар. Жалпы Иран Ормоз бұғазын қайталай бұғаттап тастағаннан кейін ақш оны алыстан қайталай буды. Яғни қазір ақш-тың әскери кемелері Ормоз бұғазына кіріп шығатын барлық кемелерді өткізбей тастады. Бұрын Иран өзіне ниеттес дос елдердің кемелерін өткізіп тұрса, қазір Ормоз бұғазынан мұнай тасыған тәңкерлердің өтуі бүкілдей шектелді. Бұл өз кезегінде Иранның Ормоз бұғазынан ары бері өткен кемелерден және мұнай таситын тәңкерлерден алман салық алып, ел қазынасын толтыру дейтін мүмкіндігінің де жолын кесіп тұр. Әрине, келіссөз кезінде Иран осы бір мүмкіндікті заңдастыруды талап еткен. Яғни, бұдан былайғы уақытта Иран Ормоздан өткен әрбір кемеден алым салық алады деген мәселе айтылған еді. Бірақ Дональд Трамп біз оған жол бермейміз. Егер Ормоз бұғазынан алым салық алу керек болатын болса, оны біз аламыз деген мәселені де айтқан болатын. Жалпы Ормоз бұғазы тек Иран үшін ғана емес, бүкіл әлемнің экономикасы үшін де өте өзекті өңір саналады. Ормоз бұғазы ұзаққа бұғатталатын болса, мұнай бағасы үздіксіз аспандап, доллардың құны төмендей береді. Сондықтан да ақш алдағы уақытта қалайда келіссөз арқылы болса да, Ормоз бұғазының ашылу мәселесін шешуге бар күшін салуы әбден мүмкін. Айта кететін тағы бір маңызды жаңалық, кеше Дональд Трамп НАТО туралы тағы да мәлімдеме жасап, НАТО бұрын бізге жақын емес еді, қазір де жақын емес, кейінде жақын болмайды деп мәлімдеді. Осыдан бұрын Дональд Трамп НАТОны қағаз жолбарыс деп атап, керек болса ақш НАТОдан шығады деп сес көрсеткен. Осыған байланысты НАТОның бас хатшысы ақшқа барып Дональд Трамппен кездесу өткізген еді. Бұл кездесуде нақты не мәселенің сөз болғаны, қандай мәмілеге келгені туралы әліге дейін нақты ақпарат жоқ. Дегенмен кеше НАТОның бас хатшысы Риотте мәлімдеме жасап, НАТОға мүше мемлекеттер алдағы уақытта Украинаға 60 миллиард доллардың көмегін жасайды. Бұл Еуро одақтың беретін 90 миллиард көмегінен тыс жасалатын қаржылай қолдау деп мәлімдеді. Естеріңізде болса, осыдан бұрын Еуро одақ Украинаға 90 миллиард еуро көлеміндегі көмек беруді жоспарлаған еді. Алайда Орбанның бұғаттауымен бұл көмек күні бүгінге дейін берілмей келген. Енді Орбанның орнына Мадияр келді. Ол алдағы уақытта Еуро одақтың шешімдеріне қарсы шықпайтындығын, яғни Украинаға берілетін 90 миллиард еуроны беруге қарсы емес екенін әлдеқашан мәлімдеп үлгерді. Демек, Украинаға берілетін қаржының жолы ашылды деген сөз. Енді оған НАТОның 60 миллиард долларлық көмегін қоссақ, алдағы уақытта Украинаға қуатты қолдау болатыны анық. Айта кететін тағы бір жаңалық, кеше ақш Ресей мұнайына салынған санкцияны қатайта бастады. Атап айтқанда, Ресейдің 2/1 мұнай компаниясына санкция салып, Ресейге бағытталған санкцияны тіпті де күшейте түсті деп жазады батыстың ақпарат құралдары. Ресей демекші, ең маңызды жаңалықтың бір ретінде Ресейдің Әзербайжанға құлаған ұшақ үшін төлем төлейтін болғандығы туралы ақпарат бүгін әлеуметтік желіде қызу талқыланып жатыр. Естеріңізде болса, 2024 жылы Бакуден Чеченстанға бағыт алған
Әзербайжанның Азал компаниясының Embraer 190 ұшағы құлаған еді. Осыдан кейін Әзербайжан мен Ресей арасында дау-дамай болған еді. Бірақ соңғы кездері екі ел президенттерінің өзара келісіміне және кездесуіне сай бұл мәселеде оң шешімін тапқан сияқты, яғни батыс ақпарат құралдарының және ресейлік әзербайжандық ақпарат құралдарының дерегіне қарағанда, Ресей тарапы Әзербайжанның құлаған ұшағы үшін өтемақы төлеуге келісті деген мәселе жиі айтылып жатыр. Аталған ұшақтың құлауынан 28 адам қайтыс болып, 29 адам түрлі дәрежедегі жарақат алған болатын. Жалпы осы ұшақтың құлауы Әзербайжан мен Ресей арасының сабындай бұзылуына себеп болды. Әзербайжан президенті Илхам Әлиев қатаң мәлімдемелер жасап, Ресейден өтемақы талап ететінін бұдан бұрын да айтқан еді. Енді міне екі ел осы мәселе төңірегінде де бір ауызды пікірге келген сыңайлы. Қазірше айтарымыз осы. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.